армысыздар ардақты азаматтар, құрметті достар. Біздің әлеуметтік желінің белсенді пайдаланушылары, сіздермен мен Жасұлан Жакупов. Бүгін ерекше кездесу. Бізде өмірде болмаған қызықты бір жағдайға тап келіп отырмыз. Себебі сыр шаһары, сыр елі Қызылорда қаласында ерекше брендке ие болған 7 жыл кепілдік беретін бір үлкен мекеме бар екен. Ол мекеменің бүгінгі айтулы директоры Мұрат бауырымызбен сұхбаттасатын боламыз. Мұрат өзіміздің құрдасымыз екен, Ақтөбенің арда азаматы. Бүгін сіздерге көзілдірік қонаққа келіп отыр. Жалпы осы Геона деген дүниенің, Геона саласының ең үлкен алгоритмі сіздерге деген осы біздің Қызылордаға келу бағыты бойынша толыққанды өзіңіз айтып өтсеңіз, сол бойынша бір жақсы әңгімеден өрбітіп отырсақ. Қызылорда қаласына біздер бір жылдай болды ашылғанымызға. Бірінші себебі ашылған, неге ашылдық дегенде, өзімізде 8 қалада филиалдарымыз бар. Геона есіктер орталығы және де Мирполо напольный покрытие дейді оны. Сол Қызылордан клиенттер Ақтөбеге келіп есіктерді заказ бергенде біздер ойладық, Қызылорда қаласында осындай салонды ашып, не осыны жұмыс істеу керек. Сол бірінші себеп, сондықтан болды мында ашқанымызды, салонды. Рахмет. Жалпы біздің Мұрат өзі 94-ші жыл екен. Сіз өзіңізден сұрамасам да, қасыңыздағы СММ-ші жігіттерден сұрап жатырмын. Бұл енді алпауыт үлкен мықты бір филиал болғаннан кейін сіздердің Инстаграм әлеуметтік желісінде де сіздердің парақшаларыңызды көріп отырмыз. Құрметті көрермендер, сіздерге осы Геонаның парақшасын сіздерге төменде көрсететін боламыз. Өздеріңіз тіркеліп, өздеріңіздің сұрақтарыңызбен арнайы сайттарға ұсыныс пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Жалпы осы біздің Қызылорда қаласына алғаш сіздер келгелі қаншалықты сұраныс өте жоғары? Сіздердің, яғни есіктеріңіз, біздің қазақтың керемет сөздері бар ғой, есіктен кіретін ырыс несібе, есіктен кіретін береке деген секілді. Яғни сіздерден есік алған әрбір азамат, мен ойлаймын, өте бір жақсы өзін таңдау жасады деп. Өйткені сіздердің сапасына қарағанда, Инстаграм әлеуметтік желісінде парақшаларыңыздан қараған кезде сіздердің шынында да оның сапасы, оның сапалылығы өте мықты екенін байқап жатырмыз. Бұл Геона жалпы қандай мағынаны береді? Геона ол чебоксарский фабрика болады, Россиянен. Жеке ағаштан жасалған есіктер, толық, пустота жоқ деген есіктер. Сондықтан оны сапасы өте жоғары. Қызылорда қаласында осындай есіктерді жоқ деуге болады. Өйткені бізде бәрі индивидуальный заказ бойынша. Кез қалаған размерді істейміз, сіздің заказ бойынша. Түстерді таңдауға болады. 500-ден астам түстері бар. Былай қарасам, PVH покрытие дейді сол. Тағы да классикадан бастап хай-тек модельдерден есіктері бар. Осылай айтуға болады. Жалпы сіздердің осы енді бір жыл көлемінде қазір осы неде ашқалы бері бірталай есіктер саттыңыздар? Иә, Қызылорда қаласында өте көп заказ айтуға болады, жоқ дегендей. Бірақ бар, заказ бойынша в основном коттедж үйлер, жер үйлер. Одан 50 заказдай қабылдадық Қызылорда бойынша. Ол жақсы показатель дейміз. Өйткені былай қарасаң, Қызылорда қаласы тек жаңадан бастап инфраструктура кіріп жатыр. Былай қарасақ, сол біріншіден бастап сол осы Қызылорда қаласынан біз ашылдық. Клиенттердің отзывтары өте жақсы, ұнайды оларға есіктерімізді. Любой адам мұнда кіргенде біріншіден біздер сервис береміз. Ең басты мақсатымыз біздің компанияның оны біріншіден сервис беру керек. Сервис болмаса, қандай есік болса да қымбат, либо же дешевый, да, сервис болмаса сата алмайсыз. Сондықтан мына продажи наши, да, связаны именно с возможностью дать сервис и наших менеджеров. Это заслуга менеджеров, считаю, здесь, которые работают.
на нашу компанию. Это большая заслуга менеджеров. Мықты, мықты. Жалпы сіздердің осы есіктің ең жоғарғы бағалаған құндары қанша теңге көлемінде болды? Оны былай айтайық, бағасы вообще әртүрлі болады. Бір есік 1 миллионға шығуы мүмкін. Ол в зависимости от сіздің проемнан қалауыңыз бойынша, иә. Өйткені нестандартный проемдар болады с фрамугой. Бір проем миллионға шығады. Механизм қосса. Бірақ жалпы бір полотно алсақ, ең қымбатысы 350 мыңнан шығады жоғары. Ең как это, самая дешевая дверь, да, 120 мыңнан басталады. 120 мыңнан басталады. Құдас, айтыңызшы, осы біздің Қызылордада миллион теңгелік есікке тапсырыс бергендер бар ма? Егер құпия болмаса айта аласыз? Иә, бар, әрине бар. Ондай клиенттер де бар. Өйткені Қызылорда қаласында жақсы көреді көрсету жағынан да. Мен осындай есіктерді қойдым, мындай. Былай қарасақ, нестандартный, жер үйде нестандартный есіктер қояды. Ол жақсы. Өйткені есік биік болса, сол әдемі көрінеді. Басқа қалаларда алсақ, Ақтөбе алсақ, сол спутник қала болады ол сізге қарағанда. Оларда тек 2 метрлік есіктерді большинство заказывает. Мұнда қарасақ 2-20, 2-40 есіктерді алады. Сондықтан сол любой есік биік болғандықтан ол әдемі көрінеді. И Қызылорда қаласына біздер вот именно сондай сервисті береміз. Заказ бойынша істей аламыз сондай нестандартный есіктерді. Енді Мұрат мырза, біз енді жалпы осы акустиканы, осы жерде локацияны таңдап отырмыз да жалпы. Өйткені мен қызыққаным, енді біз енді қазақ болғаннан кейін біз өзіміздің ұлттық сұраныстарға өте жақын келеміз, бейім келеміз. Енді әрбір қазақ ұлтшыл келетін, ол жасырын емес қой. Енді сіз мына есік туралы айта аласыз ба? Бұның шығу тарихы қалай болды? Мүмкін сұраныста болды ма, әлде өздеріңіздің идеяларыңыздан пайда болған дүние ме? Ол полностью біздің идеямыз, біздің компания идеямыз. Бізде вообще головной офис ол Орал қаласынан болады. Оралский. Иә. 2014 жылға ашылған біздің компаниясы, Геона деп. Содан бері жүріп келе жатыр. Мен өзім региональный директор боламын. Ақтөбе қаласының и Қызылорда қаласының. Мен компанияда осы учредительдер бар, основатели дейді. Ол Асланбек Аминов и Гүлсім Аминов. Олар учредителер, основатель компании. Сол Асланбек пен Гүлсімнің идеясы осы. Қазақи есікті шығару. Тағы да бізде 4 есік бар. Ол шаңырақ, ортасында шаңырақ болады. Сосын осы есіктер Авантиказ дейді оны. Сосын Лейла деген есіктер бар. Сондай 4 есік, ол запатентированный за компания Геона. Именно. Сол біздер предложение жіберіп, именно фабрикеге, что осындай есік керек бізге, осындай есіктерге спрос болады. И фабрика біздің бойынша, біздің дизайн бойынша осындай есіктерді енгізді өз производствоны. Бұл есіктің бағасы құны қанша тұрады? Бұл есіктің бағасы қазір 140 мыңнан басталады. Құрметті көрермендер, егер сізді қазақи ою өрнегімен нақышталған есік қызықтыратын болса, біздің Геонаға келіп тапсырыс берсеңіздер болады. Жалпы енді сіздерде осы ашылғалы 1 жыл уақыт болды, енді сіздерде қанша маман жұмыс жасайды? Бізде есіктерде 2 менеджер жасайды, 1 старший менеджер, 1 менеджер. Напольный покрытиеда 1 менеджер жасайды. Штаб көп емес, бірақ осы поток клиентпен жақсы справляться етеді. Енді қазір соңғы уақыттарда сіздерге тапсырыс қандай есіктерге көптеп түсуде? Қазіргі уақытта осы жылы модерн дейді, неоклассика. Ол модель есіктеріне ренессанс дейді, сондай есіктерге. Уже әрбір адамның
вкусы дейді ғой, вкусы әртүрлі болады. Біреусі қазақи, либо же классика дегендей модельдер, есіктің модельдерін таңдайды. Кейбіреулер именно хай-тек тип, минимализм, осындай скрытый есіктерді таңдайды, чтобы сосын закрашивать, обой клейлеп, есікті скрыть ету үшін. Сол. Жақсы. Құрметті көрермендер, біздің артымыздан байқап отырсаңыздар, Қорқыт бабамыздың әдемі ғажап суретін байқауға болады. Бұл әдемі ғажап суретке тәнті болмайтын қазақ жоқ деп ойлаймыз. Бүгін енді жалпы Астана көшесінің даңғылында орналасқан Гионада бір жақсы бір кездесу сұхбат болып жатыр. Жалпы сіз екеуміз құрдас екенбіз, жаңағы жігіттер айтып отыр ғой, мен сізді кеше келген кезде өзім ыңғайсызданып, жаңағы біртүрлі болып жүрдім енді. Бірақ енді жалпы осы қазір сіздердің осында тұрған, енді сіздерде жалпы 500 есіктің түрі бар, және 500 түрлі түсті есік бар, иә? Ал енді дәл осы біздің осында тұрған, орналасқан қанша есіктің түрі бар? Осы салонда бізде витринада 39 есік, сонымен қосқанда накладка дейді ғой, либо же есікті ашсақ басқа модель тұрады. 68 модель накладкамен қосқанда 100-ге шығады. Әртүрлі модель көрсетілген мына салонда. Сіздерде сосын қандай жеңілдіктер бар? Сіздерде жеңілдіктер бар ма, мысалы акция деген секілді? Бұлай айтуға болады, жеңілдіктер жоқ, өйткені біздер сервисті береміз, сосын качество береміз. Қызмет сонда сіздер құрып беру тегін бе? Иә. Тегін, иә, құрып беру сол сіздерге. Бізде бұлай ғой, доставкасы бесплатно бізде. Жеткізіп беру. Жеткізіп береміз, бірақ установка кірмейді. Скидка дегенде, акция дегенде біздер не любители этого делать, өйткені біздер продажникпіз. Продажи двигают не скидки, продажи двигают именно сервис. Бірақ скидка дегенде уже ситуационно болады. К примеру, уже қарастырамыз. Айтпаймыз бұлай, біздер жоқ, біздер скидка жоқ дегендей. Болады қарастыруға, бірақ ол біздер не ондай скидка бермейміз көп, типа 25%, 10% дегендей скидка жоқ. Жалпы енді сіздерде, мысалы, ойым ғой, өйткені қазір сіздерде сезон дейді ғой, мысалы, сезонның өзінің ауқымды бір сезонның кезінде бір жұмыс жасайтын уақыттар болады, мысалы. Енді мен ойлап отқаным, сол алдыға жаңа жылға келе жатқанға орай сіздерде сондай бір акциялар бола ма деген оймен қойған ғой ол сауал. Иә. Жалпы сіздерге акция жасамасаңыздар да тұтынушыларыңыз өте көп екенін байқауға болады. Себебі андай әдемі ғимаратта, және біздің қаламызда көп адамдар бұл Гиона туралы біле бермейді. Жалпы сіздерде осы Гионаны жалпы сіздердің, яғни демеуші ретінде де байқап қаламын. Жалпы бізде осы Қызылорда қаласында облыстық футбол лигаларында сіздердің демеушіліктеріңізбен, сіздердің Гиона деген командалар өнер көрсетіп жатады. Бұл сіздерге қаншалықты сіздердің ойларыңыздан шықты, идеяларыңыздан шықты? Қызылорданың балаларына мүмкіндік беру, команда құру, жасақтау деген секілді. Оның историясы былай, бізге жас команда келіп, обращение істеді. Можем ли мы проспонсировать? Сосын біздер қарастырдық и дали согласие. Өйткені біздің компания былай қарасақ делает благотворительность очень много. Асаруме мы там практически каждый раз помогаем, когда есть возможность. Также мы спонсируем многие спортивные мероприятия. Да. И, например, в Уральске есть ФК Гиона, мини-футбол, тоже они играют. И по примеру головного офиса мы также решили проспонсировать здешнюю команду. Они играют именно полностью под логотипом нашей компании Гиона и называется ФК Гиона тоже. Жақсы. Енді сізге тағы бір сауалым, сіздерге енді мысалы тапсырыс беретін есіктер, мысалы сіздерге мен ұнатқан есік бойынша сіздерге тапсырыс берсем, ол Ресей елінен бірден келеді ме, әлде сіздер осы жақтан құрастырасыздар ма, әлде қалай бұл шегі тауарларыңыз? Есіктер біздер заказ қабылдаймыз, сосын сол заказды сіздің бойынша
фабрикаға жібереміз. Сіздер таңдайсыз есік. Ресейде фабрика. Иә, Ресейде, Чебоксарда. Сіздер таңдайсыз модель есікті, түсті. Оны жібереміз фабрикаға. Сол фабрика 18 жұмыс күн бойынша 18 күн. 18 жұмыс күннің ішінде дайындап береді. Сосын сол жерден біздер алып келеміз. Где-то 4 күннің ішінде алып келеміз. 25 күнде жетеді. Жетеді. Ол былай қарасақ ең такой средний показатель дейді. Өйткені біздің фабрикамыз 14 жұмыс күннің ішінде вообще изготовление болады оларға. Бізде плюс-минус алып тұрып 18 деп, чтобы исключить тот вариант, когда клиенту пообещаешь раньше, а 2-3 позже, и чтобы недопонимание. Бізді шыдамаймыз ғой, қашан келеді, қашан орнатасыңдар жігіттер деп қайта-қайта хабарласып. Жалпы енді сіз Ақтөбеден осында келіп жұмыс жасап жатсыз ғой. Жалпы біздің Ақтөбемен қарағанда Қызылорда халқының айырмашылығы бар ма? Иә, бар. Былай қарасақ, мен өзім қатты қазақша сөйлемеймін. Біріншіден мен орыс мектебін бітірдім. Сол Ақтөбеден Қызылордаға қарасақ, Ақтөбеде 80% қазақша сөйлейді, 20% орысша сөйлейді. Қызылордаға келсең 100% қазақша сөйлейді, бәрі қазақша сөйлейді. Сондықтан біздер, лично я қазақ тілін үйреніп, қазақша сөйлеу керек дегендей мақсатымен. Дұрыс, тамаша, ғажап. Осы енді жалпы Қызылорданың халқы көп нәрсені үйретіп жатырмыз ғой. Біз енді қонақ жай қалыппыз. Әрбір қазақ қонақ жай қалыппыз ғой. Жалпы тағы компания туралы айтатын қандай ойларыңыз бар? Осы фабрика туралы, әлемге танылатын осындай Гионаның алғашқы жақсы тілек лебіздеріңіз, алдағы болатын жаңалықтарыңыз болса? Бізде Гиона фабрикасы, широкий ассортимент бізде бар. Біздер кухонный гарнитур істейміз, Гиона фабрика. Бір стильде істейміз. Қандай есіктер таңдайсыз, сол түспен, сол модельмен кухонный гарнитур жасаймыз под заказ. Также біздер мебельді жасаймыз, корпусный мебельді. Сондықтан сіздер мына есікті алып, осындай сізде мебельдің фасоны істей аламыз. Шкаф, сондай. Также былай айтсақ, фабрика Гиона 3 заводтай бар, 1700 квадратный метр. Ол үлкен фабрика Российдегі. Қазақстан бойынша біздер номер 1 по реализации торговли именно межкомнатных дверей по Казахстану. Мы очень большая компания. Вот. В принципе, это все, наверное, про компанию. Енді қазір білесіз ғой, анау әлемде болып отырған ахуал өте күрделі. Ал сол қазір санкциялардың да сіздерге әсер етіп жатқан жоқ па? Бағаға әсер етуі? Бағасына әсер етеді, әрине. К примеру, майда қарасақ, рубль өсіп қалды. Бізде рубльға қараймыз ғой кішкене. Сондықтан сол фабрика вынужденное было поднятие именно цен. Былай қарасаң, ол әлемде болыватқан жағдай уже байланысты емес, ол статистика дейді. Алдыңғы жылды алсақ, ол повышение болды. Жоғары. Иә, жоғарылайды есіктің бағасы. Из-за этого каждый год повышение цен на все идет. Бензин стоил там 150, сейчас 92, 175 стоит, да? Вот. В любом случае, в любой сфере в Казахстане все будет дорожать. Это неизбежно. Так что заказывайте двери сейчас. Дұрыс, сәттілік тілейміз. Енді сіздерге біз не айтамыз, көзілдірік. Біз сіздерге үлкен жетістіктерді, үлкен шыңдарды бағындыра беріңіздер. Бізде әр облыстан ашыла берсін филиалдарымыз. Әрбір ауданнан, қаладан сондай жетістікке жетіп, творчестволық табыстарға сіздердің жетулеріңізге шын жүректен тілектеспіз. Рахмет. Біз көзілдірік әр кезде көзайым болып, сіздердің жетістіктеріңізге тоймай жүре берейік. Елдің, біздің халықтың әрбір есігінде ғажап құт береке болсын, әрбір есіктер мықты сапалы өнімдермен толықтырыла берсін. Жалпы сізге үлкен рахмет. Сізге рахмет. Арнайы келгеніңізге, келіп сізбен сұхбаттасқанымызға бізде енді уақыт тапшы, сізде де уақыт тапшы, оны білеміз. Бүгін енді бір жақсы кездесу болды деп ойлаймыз. Сіз жақсы ақпараттар бердіңіз деп ойлаймыз.
Мен де ойлаймын солай. Иә, осы Қызылорда облысының ағайындарына, бізде осы әлеуметтік желіні белсенді пайдаланатын ағайындарға осындай кеңістікте осы ақпараттарымызды толыққанды сіздерге біз комментарий ретінде де жазатын боламыз. Және біздің осындай көзілдірікпен елдің арасына шығып жүруге мүмкіндік жасаған Отбасы банкке және де Биали спорт дүкеніне үлкен алғысымызды білдіреміз. Осылай халыққа осындай арнамыздың шығуына демеушілік жасап жүрген. Рахмет сіздерге де. Сізге рахмет. Жақсы.